Жемал, қазақша айтқанда Жамал Гейдар түп төркіні әзірбайжандық. Ол өмірінің соңына дейін Ресейдегі Ислам комитетінің төрағасы болды. Ол қайтыс болғанда кебіні Алматыдан шығарылды. Жамал Гейдар Қазақстанды ерекше жақсы көргендіктен өзін Қазақстанда жерлеуді өсиет етіп қалдырды. Ресей оны жақтыртпай, оған бірнеше айып таққан еді. Жақтыртпайтын себебі Жамал мырза Ресейге қатысты батыл ойларды қорықпай айта берді. Ол Ресейді батыс елдерінің бір бөлшегі деп мәлімдеді. Яғни кезінде жарты әлемді жаулап алған Британ империясы өзінің қолы жетпеген жерлерді бағындыру үшін Ресейді қолдан жасап шығарды дейді. Британ империясы мұхиттың ар жағындағы Австралия, Жаңа Зеландия, Үндістан, Канада, Африканың тең жартысы және Азияның көп бөлігін өз қарамағына алған еді. Бірақ олар орталық Азияға келмеді. Себебі мұнда Ресей империясы биледі. Бірақ Гейдар мырза Ресейді Британияның қол шоқпары болды дегенге саятын пікір айтты. Және ол Ресейдің тарихында қарадақ барын, ол Алтын Орда екенінде хабарлады. Ресейліктер Алтын Орданы біз Еуропаға жібермей ұстап тұрдық дегендей ой айтады дейді. Дегенмен ол кезде Мәскеуде Алтын Ордаға қарсылық көрсететіндей қауқарда болмады. Алтын Орда Еуропаға өздері барғысы келмеді, яғни өздерінің шешімдері дейді. Осы пікір үшін Ресей халқы Гейдар Жамалды жек көрді. Қазір Алтын Орданың тікелей мұрагері Қазақстан десек қателеспейміз. Себебі Алтын Орданың негізгі бөлігі қазақ даласында болды. Яғни Назарбаев айтпақшы, қазақ тарихында ұялатын ештеңе жоқ. Кейіннен ішкі қарама қайшылықтарға байланысты Алтын Орда бірнеше бөлікке бөлініп, тарыдай шашырап кетті. Қазақтар Бату хан әскерінің тірегі болғандардың ұрпақтары. Қазақтар Козельск пен Мәскеуді алғандардың тікелей ұрпақтары, және олардың орданың әскери саяси қалыптасуындағы рөлі айқын. Әзірге қазақтың маңыздылығы тарихи сипатқа ие, өткенге бағдарланған. Дегенмен бүгінде қазақ елін танытатын әлеует қалыптасып жатыр. Бұл Қазақстан орталық Азияның тірегі болатын үлкен тұран аясында болады. Ресей патшайымы Екатерина II қазақтар өздерінің кім екенін білсе әлемді жаулап алады деп айтты деген болжамда бар. Ресей империясы кезінде қазақтар өсіп өнбес үшін оларды жойып жіберуге бар күшін салды. Соңғы хан Кенесарыны ұстау үшін қырғыз халқын арандатты. Ресейге француз патшасы Наполеон басып кіргенде оларға қазақтар үлкен қарсылық көрсетті деген деректер бар. Яғни қазақ жауынгер халық. Дегенмен Совет одағы тұсында Сталиннің қанішерлігінен қазақтың бетке ұстарлары атылып кетіп, рухы әбден басылды. Сталин тағы біраз жыл билегенде қазақты жоқ қылып жіберер еді. Тәуелсіздік алған соң ғана барып қазақ халқы ес жиып келеді. 90-шы жылдары халқымыздың саны 15 миллион болса, қазір 20 миллионға жақындадық. Орталық Азияда тек қана Өзбекстаннан қалып келе жатырмыз. Дегенмен Гейдар Жамал Қазақстанның потенциалы Өзбекстаннан да жоғары екенін айтты. Қазақстанның жері кең. Мұнда 100 миллион адам еш қиындықсыз сыйып кетеді. Және де тұран одағы осы Қазақстан территориясында құрылады екен. 1991 жылы Совет одағы құлаған соң әлемдік элита Ресейді ТМД-дағы координатор етіп тағайындады. Қазақстан Мәскеуге бағынышты болды. Қазақстан өзінің суверенитеті болып есептелен ядролық қарудан бас тартты. Бірақ қазақтар бұрынғы көшпенділер ежелден еркін халық болған. Қазақстанның болашағы зор. Қазақстан тұран одағының мүшесі болады. Тұран одағының маңызы өте зор болады. Мұнда 70 миллион адам өмір сүреді. Одақтың ғылыми-техникалық, адами әлеуеті зор болады. Гейдар мырзаның айтуынша, қазіргі ТМД аумағында 3 одақ болады. Біріншісі Ұлы Кавказ одағы. Одан кейін Ұлы Орал одағы. Және біздің Тұран одағы. Бұл одақта Қазақстанның стратегиялық маңызы зор. Қазақстан Еуразияның қақ ортасында орналасқан. Яғни Астана қаласы материктің жүрегінде. Қазақстан арқылы Қытайдың тауары Еуропаға өтеді. Баяғыда Ұлы Жібек жолы қазақ даласы арқылы өткенін білеміз. Яғни біз мұхитқа шыға алмасақ та, батыс пен шығысты байланыстырып отырған ұлан ғайыр жеріміз бар. Қазақстан осы жердің қадірін түсініп, бағалай білу қажет. Бетпақдаланы жерінің астының бәрі қазбалы байлыққа толы. Кезінде Мәскеудің тапсырмасы бойынша Қазақстанның жерасты қазба байлығының картасын жасаған кезде Қаныш Сәтбаев 4-5 ірі кенішті картаға кіргізбейді.
Бұл қалай деген орыс ғалымдарына ондағы рудалар өте тереңде. Қаржыны да, техниканы да көп қажет етеді. Сондықтан бұл жерді картаға кіргізуге әлі ерте дейді. Ал өзімен сырлас, сыртқа сыр шашпайтын достары Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұланға әдейі жасырып алып қалдым. Кейінгі ұрпаққа да байлық керек шығар деген екен. Егер сол кезде Қаныш Сәтбаев кеніштердің бәрінің жоспарын Мәскеуге тапсырғанда, олар 90-шы жылға дейін түк қалдырмай пайдаланып тастайтын еді. Онсыз да Совет одағы Қарағанды Семей жақты экологиялық аймаққа айналдырды. Және де Гейдар Жамалдың айтуынша, Түркия елі Тұран одағын құруға мүдделі. Себебі Түркия бұрын империя болған. Яғни Осман империясы. Бұл империя қазіргі Сирия, Ирак, Мысыр, Балқан түбегі, Кавказ жақтарды да иеленіп жатқан. Кейін Бірінші дүниежүзілік соғыстан соң Осман империясының тас талқаны шықты. Қазір Ердоған сол империяны қайта құрғысы келеді, соны армандайды. Бұлайша айтқанда, Путин мен Ердоғанның мақсаттары бір. Путин де кезіндегі Ресей империясын жандандыруды қалайды. Яғни бұл екеуінде империалистік пиғыл бар. Сондықтан да қазақ елі ешкімге сенбеу керек. Ешкімге бауырын аша бермеген жөн. Қазаққа тек қазақ дос. Ал қалған елдер өз мүдделерін көздейді. Тіпті сатып кетуге дейін барады. Бұл туралы Жириновский былай дейді. Қазақстан Тұран одағына ешқашан қосылмайды. Мүлдем. Қазақ тілі мен түрік тілі бір-біріне ұқсамайды. Сондықтан бұлар өте алыс тілдер, айталық, өзбек тілі түрік тіліне және Әзірбайжан түрікмен тіліне жақынырақ. Ал қазақ пен қырғыз тілі мүлдем бөлек. Түркияның өзі әрең демалып отыр. Тұран ешкімге керек емес. Қазақстан Кеңес одағында өмір сүруден шаршады. Енді олардың маңдайына Тұран таңылмақшы. Олар үшін Анкараға барғаннан гөрі Мәскеуге бару жақын. Оның үстіне, Анкарада қазақтар ешкім емес. Олар ол жақта адам ретінде қабылданбайды. Осылай деп Жириновский қазақтардың түріктеп емешегі езіле бермесін, Анкарада жергілікті халық қазақтарды көздеріне де ілмейді деп пікір білдірді. Бір жағы Жириновскийдің де сөзінің жаны бар. Қазақ халқы өте қонақжай. Келген мейманға төрін беріп, ас ауқатын ұсынады. Бірақ біздің бұл қонақжайлығымызды өзгелер дұрыс бағаламай жатады. Кезінде біраз келімсектер асымызды ішіп, басымызға шықты. Қазақтар мен өзге ұлттар арасында бірнеше рет дау-дамай орын алды. Келімсектер біздің жерімізде жүріп, бірақ өз тілдерінде сөйледі. Қазақ тілін үйренгісі келмеді. Бұның бәрі бізге деген құрметсіздік еді. Осыған байланысты Қазақстан үкіметі мемлекеттік қызметте жұмыс істегісі келетіндер міндетті түрде қазақ тілін білу керек деген талап қойды. Көшелерде жарнамалар, мекеме аттарының бәрі бірінші қазақ тілінде жазылсын деді. Қазір телеарналарымызда қазақ тілді бағдарламалар көбейді. Қазір Қазақстанда Батыста және Шымкент, Қызылорда жақта халық көбіне қазақша сөйлейді. Енді басқа облыстарда қазақша сөйлесе мерейіміз өсереді. Бірақ бір өкініштісі, біздің шенеуніктер, байлардың балалары орыс мектебінде оқып, жоғары білімді шетелде алып жатыр. Олардың жан дүниесі орыстанып, қазаққа мүлде жаны ашымайды. Бұрын Совет одағы кезінде де ұлт зиялыларының ұл қыздары орысша тәрбие алып, әбден орыстанып кеткен еді. Соның кесірін біз әбден тарттық. Егер қазақтар бір ауыздан өз тілімізде сөйлесе, басқа ұлттар да бізді сыйлап, шаңыраққа қарайтын еді. Қысқаша айтқанда, Қазақстанның держава болуы үшін әрбір қазақ өз үлесін қосу керек. Яғни өз ана тілінде сөйлеп, өз теңгемізді пайдаланып, демалысқа өзіміздің курорттарға барып, тек қазақстандық өнімдерді тұтыну керек. Бірақ біздің байлар ақшаны доллармен сақтап, Дубайдан үй алып, Мальдивте демалып, Италияның костюмын киіп, сөмкесін ұстайды. Сол себепті де отандық өндіріс дамымай тұр. Гейдар Жамал нағыз идеалды басқару жүйесі қандай болу керектігін туралы өз ойын жариялаған болатын. Мен үшін кеңестік жүйе мен коммунизм деген матриархат еді. Мен үшін бұл әйел құндылықтарының еркектерден басым болуы тұғын. Ерлердің құндылықтары бұл күрес, зорлық, өлім, қаһармандық, өлуге деген ерік. Әйел құндылықтары бұл ұрпақты көбейтуге, өмір сүру сапасын жақсартуға, қауіпсіздікке, матриархаттық бақылаудың максималды бенефициарына айналуға тырысатын өзімшіл әйелдердің бақылауындағы қақтығыстарды шешу. Бұл мен үшін коммунизм болды. Яғни Гейдар мырзаның айтуынша, билікте әйелдер көп болса, елде тыныштық орнайды.
Әйелдер бірінші кезекте тұрмысты ойлап, халықтың жайлы өмір сүргенін қалайды. Совет одағында еркек шенеуніктер әйелдерінің айтқанынан шыға алмады. Өйткені әйелді күйеуімен ажырасса, немесе үстінен арыз жазса, еркек шенеунікті ештеңеге қарамай партия қатарынан шығарып, жұмыстан босатып жіберген. Совет одағында шенеуніктің ажырасуы өліммен тең еді. Сондықтан да шенеуніктер әйелдерін тыңдап, оларды ашуландырмауға тырысты. Ал қазір шенеуніктер әйелдерімен ажырасу бұлай тұрсын, оны сабап жатса да билік ештеңе демейді. Мысалы, бұрынғы министр Қуандық Бишімбаев бірінші әйелімен ажырасып, екінші әйелін өлтіруге дейін барды. Бүкіл қоғам шулап кеткен соң ол әділ жазасын алып, ұзақ жылға сотталды. Ал ауылды жерде әйелдерін сабап өлтіріп жатқан тиран еркектер қаншама. Содан кейін ғана барып үкімет арнайы заң шығарып, әйелдердің құқығын қорғайтын болды. Ал еркек басшыларға тоқталсақ, еркектер көбінесе диктаторға айналып кетеді. Сосын олар айналасына соғыс ашып, амбициясын көрсеткісі келеді. Бұның кесірін халқы көреді. Олар әбден азап шегіп, өлместің күнін кешеді. Солтүстік Корея, Түркменстан, Африка елдер, Шығыс Азия және Оңтүстік Америка елдерінің президенттері билікке келген соң, өздерін жарты құдай сезініп кететін әдеті бар. Осыған байланысты билікте 70% еркектер, 30% әйелдер болса баланс орнап, үкімет халық үшін жұмыс істейді. Ал Қазақстанға оралсақ, мыңдаған жылдар бойы түріктер мен қытайлар бітіспес жау болды. Гейдар мырзаның айтуынша, Қытай үшін түркі мұсылмандар қоныстанған Шыңжаң стратегиялық аумақ болып табылады. Бұл жер орталық Азияны бақылауға арналған трамплин ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, ол Қытайдың ядролық қуатының негізі Шыңжаңда шоғырланғанын атап өтті. Дегенмен ешқандай интеграция туралы айтудың қажеті жоқ, өйткені қытайлық еместің қытайлануы мүмкін емес. Бірақ синизммен келісімге келу мүмкін емес. Қазіргі Қытай империализмінің бұлыңғыр саяси болашағы ұйғырлардың күресін үмітсіз етпейді дейді саясаткер. Яғни империялар мәңгі өмір сүрмейді. Түбі күйреп тынады. Сондықтан да қазіргі державалар көзқарасын өзгертіп, бейбітшілік үшін жұмыс істеу керек. Өйткені арыстан қартаяды.